Мен тиктокқа келген кезде сампо уже активі көп, андай атақты адам болған осы уақытқа дейін ше. И осы уақытқа дейін қанша турнирға қатысты, қанша не алды, ешқашан топ-1 алып көрмеген. Ол да қазақтың баласы, ол да қайырымдылық істейтін, ол да жақсы бала, жігіттер, қыздар, дұрысынан түсініңіздер. Поэтому мен топ-1-ге всегда айтатын таласпаймын деп. Бұл қазір менің мына жерде 4-ке дейін отырғаным адамдардың жалпы бет пердесін ашуда. Кім қандай движение жасайды екен, кім қалай сөйлейді екен, кім қалай екен. Маған реально қызық емес, жігіттер. 3 жыл жүрді, ол 3 жыл жүрді сампо. И топ-1-ді ол алу керек, жігіттер. Ренжімеңдерсе, мен білем ка, мені боқтайтындар бар. Бірақ ол да қазақтың баласы. Біз даже Абызовке бердік, неше түрлі адамға бердік. Бірақ сампо алу керек, достар. Менің ойым, лично өзім ойым. Егер мені шынымен жақсы көрсеңіздер, онда мені шынымен қолдайсыздар ғой. Сонша турнирді ұтты, и бір өмірінде алсын. Менің ойым, лично өзім ойым. Топ-1-ді алсын. Ертең ана сардорлармен ойнаған кезде да мен топ-1 болдым деп айта алатындай, хорошо. Қазақты қазақ аяқтан тартпасын. Бәріміз бірге болайық. Ол топ-1-ді бәріміз аламыз ғой. Ол да сомнение болмасын.